Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге презентацияны 3D кітапшаға қалай айналдыратынымызды көрсететін боламын. Ол үшін біз өзіміздің Google Chrome'ымызға кіреміз. Осы жерде жаңағындай поисковикта жазатын боламыз. Flip PDF Download, Professional Download дегенді жазамыз. Осылай жазғаннан кейін шыққан бірінші сілтемесін басып кіретін боламыз сайтқа. Осы жерден скачать, осы сайттың ішінен скачать немесе download деп тұрады. Соны басатын боламыз. Өзіміздің компьютерімізге осы программаны жүктеп аламыз. Жүктеп алғаннан кейін біз жұмыс үстеліне өзімізге презентациямызды дайындап қоюымыз керек. Мен ол үшін 12 сәуір ғарышкерлер күніне арналған презентациямды дайындап қойдым. Енді бұл презентацияны жаңағындай PDF-қа 3D кітапшаға айналдырмас бұрын бұны ең бірінші біз жаңағындай ориентациясын өзгертіп алуымыз керек. Ол үшін презентацияны ашқаннан кейін дизайнға кіреміз. Дизайнға кіргеннен кейін мына жерде ориентация слайда деген бар. Осы жерді басып книжная дегенге ауыстыратын боламыз. Міне менің презентациям книжный вариантқа ауысты. Көріп тұрғандарыңыздай книжный вариантқа ауысты. Енді осы книжныйға ауысқаннан кейін міндетті түрде бұл презентацияны біз PDF форматқа айналдырып сақтап алуымыз керек. Ол үшін файл, сохранить как дегенді басамыз. Одан кейін осы жерде мінекей слайдымыз шығып тұр. Тип файла дегенді басып, осы жерден PDF деген форматты таңдайтын боламыз. Сохранить. Біраз уақытты алады сақтағанымыз. Сақтап болғаннан кейін мінекей бізге ашылды. Менде PDF форматта жаңағы слайдым осылай болып шықты. Дайын кітапша сияқты болды. Енді осыны біз қазір 3D кітапшаға айналдыратын боламыз. Ол үшін бізге жаңағы жүктеп алған Flip PDF Professional'ды компьютерға жүктеп орнаттық. Енді ішіне кіретін боламыз. Ашқан кезде сіздерде осындай бет шығады. Бұл жерде сіздер мінекей попробовать деген батырманы басасыздар. Осындай бет ашылады. Осы ашылғаннан кейін сіздер создать новый дегенді бастаңыздар, өздеріңіз құрайтын боласыздар жаңағы 3D кітапшаларыңызды. Егер де мына жерде тағы да астыңғы жағында шаблон проекті деген бар. Егер дайын нұсқасын, дайын кітапты алатын болсаңыздар, осы жерден әртүрлі тақырыпта алуға болады. Қазір мен сіздерге өзіміздің жаңағы 3D кітапшаны жасаудың жолын көрсететін боламын. Создать новыйды басамыз. Енді осы жерде біз мына жерге просмотр дегенді басып, жаңағы 3D кітапшаға айналдырған, PDF форматқа айналдырған кітабымызды белгілеп алатын боламыз. Открыть. Мінекей ашылды. Енді осы жерден импортировать дегенді басатын боламыз. Мінекей біздің қазір дайындаған жаңағы кітапшамыз импортталды. Осындай бет болып ашылды. Мінекей дайын кітапша болып ашылды.
енді қараңыздар, мінекей бетін ашып біз жылжыта аламыз. Енді бұл жерде тек қана бұл ғана емес, тағы да мен қазір сіздерге толығырақ көрсететін боламын. Бұл кітапшаны жеке-жеке беттерін өзіңізге қалаған бойынша жаңағындай қосып, өзгертіп, әсемдеуге болады. Ол үшін бізде мына жерде үстіңгі жағында мінекей редактировать страницы деген батырма бар. Осыны басамыз. Бізге мінекей әр біздің жаңағы кітапшамыздың беті бөлек ашылады. Мысалы, бірінші беті ғарыш әлеміне саяхат. Егер осы жерге мен компьютерға дайындап жүктеп қойған өзімнің суретім болатын болса, мінекей қараңыздар, оны мына жерден аламыз. Мына рука деген түсіндіріп кетейін қазір. Рука деген ол бізде әрі бері қарай қозғалту, оңға солға, үстіне астына, және мына жерде ссылка да қосуға болады. More деген кнопкасы бар. Осыны басу арқылы біз мысалы жаңағындай әртүрлі нелерді қосып, әрлеп жасай алады екенбіз 3D кітапшамызды. Мысалы, мінекей мен егер сурет қосатын болсам, мына жерге добавить изображение дегенді таңдаймын. Добавить изображениені басып, суретті қай жерге қоятынымды мен бүйтіп белгілеп алатын боламын. Енді осыны белгілеп алғаннан кейін сіздерде мынау оң жақтарыңызда осындай терезе ашылады. Бұл жерде жаңағындай выбрать одно изображение дейді. Осыны басамыз. Басқаннан кейін локальный файл деп тұр. Ссылка және проводник. Локальный файлды 3 нүктені 4 бүріштіні басу арқылы сіздер өздеріңіздің компьютеріңізде жүктеліп тұрған суреттерді қоюға болады. Мысалы, дейін менде мінекей бір сурет тұр екен. Міне мен осы бетке осылай сурет қойып қойдым. Енді келесі екінші бетіне өтейік. Екінші бетінде мысалы мен мына жерде more дегенді тағы да басамын. Мысалы, добавить стандартный медиа плеер дейді. Медиа плеер деген, яғни сіздер компьютерларыңызда, егерде осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің видеоларыңыз дайын болса, соны осы жерде көрсете кетуге болады. Тағы да жаңағындай белгілеп алып, видеоплеер қай жерде тұратынын жасап алып қоясыздар. Қойғаннан кейін мінекей выбрать видеоклип дегенді басасыздар. Тағы да осы жерде локальный файлға кіріп, өздеріңіздің кез келген қалаған жаңағы форматтағы жаңағы файл видеоларыңызды қосатын боласыздар. Бұл жерде өзі формат поддерживать ету керек. Астында мінекей облачки видеоплеері дейді. Яғни кез келген мінекей бір видеоплеерді біз жүктеп қоя алады екенбіз. Келесі үшінші бетіне өтсек, мысалы бұл жерде мен келесі добавить видео YouTube дейді. Яғни YouTube-тағы кез келген бір видеоға сілтемені алып тұрып, осы жерге мысалы қойып көрсетіп кетуге болады. Мен экранды кішкене үлкейтейін. Енді осы жерге сілтемені қалай қоятын боламыз? Мінекей мысалы бізде мына жерде идентификатор видео деген сөз шықты. Осы жерде мына жерде өшіріп тастаймыз. Бізде YouTube-қа кіріп, мысалы, дайын тұрған бір жаңағы каналымыздың сілтемесін алып, көшіріп қоюымызға болады. Так, жақсы. Енді келесі мысалы тағы да келесі бетке өтетін болсақ, мысалы more дегеннен таңдап добавить простой текст немесе CSV форматта флеш қосуға болады. Тағы да мысалы музыка, звуковой файл қосуға болады, видео проигрыватель қосуға болады, музыканы проигрывать ететін видеоплеер қосуға болады. Сол сияқты жаңағы сіздер 3D кітапшаларыңызды әрлеуге болады екен. Барлығын болғаннан кейін мінекей сохранить настройки дегенді басамыз. Бізде сохранение жүріп жатыр, успешно сохранено. Енді жаңағы немізді сохранить и выйти